14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассалаумағалейкум, қадірмен дағайын, тікелей эфирде бірінші студия тізгінші Дүйсен Молдашұлы. Барлығымызға белгілі, таяуда ғана еліміз үшін аса маңызды болған саяси науқан референдум өтті. Бұл енді барлығымызға белгілі, бұл ата заңымыз Конституцияға толықтырулар мен өзгертулер енгізілуге байланысты болды. Енді жалпы бейресми ақпараттарға сүйенсек, жалпы қазақ халқының, Қазақстан халықтарының бұған қатысуы жаман болған жоқ, 50%-дан жоғары деп айтсақ болады. Демек, біздің халық, қазақстандықтар жаңа Қазақстанды құруға, соның ішіне жаңа заңға үлкен үміт артып отыр деген сөз. Әрине, жаңа заң қабылданар, бірақ алдағы уақытта ол қалай жұмыс істейді? Басты нәтижесі қалай болады деген сұрақ барлығымыздың көкейімізде бар. Бүгін біз осы сұрақтарға жауап іздеу мақсатында студиямызға арнайы қонақ шақырдық, таныс болып отырыңыздар. Бүгінгі біздің қонағымыз Жамбыл облыстық мәслихатының төрағасы Сарыбек Махметқали Нұрғалиұлы. Махметқали Нұрғалиұлы, бірінші студияға қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Енді аға, сізбен біз осы студияда осы тақырыпты қаузағанымызға көп болған жоқ. Өзіңіз де білесіз, референдум қабылдануларында бір емес бірнеше рет кездестік, осыны халыққа жеткізуге тырыстық. Енді ата заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізу деген бұл ойыншық дүние емес қой. Өйткені ата заңымыз арқылы еліміз өседі, өркендейді. Әрбір азаматтың құқығы сонда жазылып тұр. Енді осы саланың ішінде жүрген азамат ретінде, жай қарапайым ғана азамат ретінде өзіңіз қандай әсерде болдыңыз, жалпы ойыңыздан шықты ма, қандай көңіл күйде болдыңыз? Осыдан бастайықшы әңгіме. Дұрыс айтасыз, енді референдум тарихта қалды. Референдум өтті. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы референдумның қорытындыларын ресми түрде жариялады. Мемлекет басшымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев референдум қорытындысы бойынша Қазақстан халқына өзінің үндеуін жариялап, Қазақстан халқына өзінің алғысын білдіріп, рахмет айтты. Жалпы енді айтсақ, референдум көңілімізден шығып отыр. Себебі енді соңғы осы 27 жылдың ішінде бұл тұңғыш рет өтіп жатқан референдум. Жалпы Қазақстанның 30 жылдық тарихында референдум бар болғаны 3 рет болды. 1995 жылы 29 сәуір күні Қазақстан Республикасының президенттің өкілеттігін ұзартуға байланысты тұңғыш референдум болды. Тура сол жылы 30 тамыз күні 1995 жылы референдум болып Қазақстан Республикасының ата заңы Конституциямыз бекітті. Енді әне күні осы жағдайды пайдаланып мен айта кетейін, әлеуметтік жүйеде біздің қоғам белсенділеріміз сұрақ қойып жатыр, енді Конституция күні 30 тамыз емес, басқа күні жаңа 5 маусымда бола ма деп? Жоқ, ол енді 30 тамызда 95 жылы негізгі заң қабылданды ғой. Ал енді 5 маусымда биылғы жылы ол енді тек қана өзгерістер мен қосымшалар енгізілді. Енді соңғы жылдары 5 рет Конституцияға өзгерістер енгізілген, ол 98 жылы, 2007, 2011, 2017, 2019 жылдары. Бірақ енді осы 5 ретте бәрі өзгерістер мен қосымшалар ол референдум арқылы емес, ол Қазақстан Республикасының парламенті арқылы енгізілді. Сол үшін енді биылғы өткен референдумға әрине үлкен жауапкершілікпен қарадық. Басқа мемлекеттердің де тәжірибесін қарадық. Мысалы, Ресейде 2020 жылы өтті Конституцияға өзгерістер мен қосымшаларға байланысты референдум. Қырғызстанда 2021 жылы 2 рет өтті. Беларусияда осы биыл 2022 жылы өтті. Сол мемлекеттердің тәжірибесін қарадық. Енді солармен салыстырған кезде жалпы біздің көрсеткіштеріміз жоғары. Халық осы референдумда белсенділік пен жауапкершілігін көрсетті. Шетелден келген өзіміздің байқаушылар осы Қазақстан Республикасының референдум заңының нормаларын бір үлкен бұзушылық байқаған жоқ. Ол туралы енді ресми мәлімдеме жасалды. Сонымен қатар енді мынау әкімшілік ресурстарды әкімдер пайдаланған жоқ, жаңа халықты мәжбүрлеп, жаңа референдумға қатысыңдар деп. Енді соның нәтижесі бойынша мынау Қазақстан Республикасында дауыс беруге құқығы бар 11 миллион 734 мың 642 адам болса, олардың дауыс беруге қатысқандардың саны 7 миллион 985 мың 769 болып отыр. Яғни 68,5% осы референдумға қатысты. 70%-ға жуық деп айтуға болады? 70%-ға жуық қатысты деп айтуға болады. Олардың енді 77,18% өзгерістер мен қосымшаларды Конституция енгізіп жатқан қолдады, ал енді 18,66%
қолдамай қарсы дауыс берді. Ал енді мынау біздің облыс алатын болатын болсақ, енді Жамбыл облысында осы референдумға 69,59% енді 70% десек болады қатысты. Оның енді 78,16% осы өзгерістер мен қосымшаларды Конституцияның өзгеріп жатқан қолдап отыр. Мінекей осындай енді ресми мәлімет, жалпы енді бәрі де салыстырмалы нәрсе ғой, жаңа айтып кеттім. Меніңше енді референдум жоғары деңгейде өтті. Жалпы енді менің көңілім референдумға көңіліңіз толды ғой? Толды. Енді біздің өңірдің де атсалысуы қарап отырсақ, республикалық деңгеймен шамалас екен. Екпін деп алдыға шығып кетпесек те, әйтеуір жуан ортадамыз ғой, қарап отырсақ. Бұл да болса көңілге қуаныш ұялатады, халқымыз бей-жай қарап отырған жоқ. Махметқали Нұрғалиұлы, өзіңіз де білесіз, осы жаңа конституцияда 33 бапқа, мен қателеспесем, 50-ден асатын өзгерістер енгізіліп отыр, мысалы қарап отырсақ. Енді осыған кішкене бір тоқталайықшы, жалпы сіз үшін осының қайсысы ерекше деп айтуға болады? Дұрыс айтасыз, енді бұл жолы бүгінгі конституция 98 бап болатын болса, оның 33 бабына 56 өзгеріс енгізіп жатыр. Яғни конституцияның 3/4 өзгеріп отыр ғой жаңа. Кейбір баптар жаңадан пайда болып отыр, жаңадан жазылып отыр. Енді жалпылама айтқан кезде бұл жаңа Қазақстанның жаңа конституциясы, екінші республиканың жаңа ата заңы деп атасақ та артық болмайды. Қателеспейміз. Себебі енді көп жаңадан енгізіліп жатқан нормалар қазақстандық үшін бұл артық сөз емес, енді тарихи мәні, тағдырлы мағынасы бар нормалар деп те қабылдауға болады. Енді оның ішінде ерекше бір халықтың көңілінен шыққан, ол енді президенттің өкілеттігіне байланысты баптар өзгеріп отыр ғой жаңа. Енді жалпы Қазақстанның 30 жылдық тарихында тұңғыш рет президент енді өз өкілеттіктерін өзі ұсыныс беріп, конституцияға өзгерістер енгізіп қысқартып жатыр. Ондай жағдай бізде болған емес. Жаңа мен айтып отырмын ғой, 5 рет бізде конституцияға өзгерістер енгізілді. Оның ішінде көп өзгерістер президенттік билікті дамытуға, күшейтуге бағытталған. Ал керісінше оны қысқарту бойынша еш уақытта ондай нормалар болған емес. Сондықтан әрине бұл ерекше жағдайды біз қабылдауымыз керек. Президент өзінің бірнеше өкілеттерін жаңа парламентке, әкімдерге, болмаса жергілікті атқарушы органдарға беріп отыр. Бір уақыт мысал келтірейін, мысалы президент бұрынғы конституцияға сәйкес облыс әкімдерінің, болмаса республикалық маңызы бар қалалардың әкімдерінің, Астана қаласының әкімдерінің нормативті актілерін күшін жоюға құқы болған. Қазір ол да норма қазір енді алып тастады. Яғни әкімдер өз қабылдаған шешімге жауапкершілік беру керек деген мәселе. Сонымен қатар енді өзіңіз жақсы білесіздер, президент Нұр Отан партиясының, қазір Аманат партиясының съезінде партияда мүшелігін тоқтатты. Ол норма қазір енді ол кезде енді ол президенттік шешім болған ғой. Ал қазір норма сол конституцияда еніп отыр. Бұл конституцияның 43 бабының 3 тармағында Қазақстан Республикасы президенті өз өкілеттерін жүзеге асыру кезінде саяси партияда болмауы тиіс деп нақты көрсетілген. Бұл да мынау біздің Қазақстандық қоғамда саяси бәсекесі дамытуға бағытталып отыр. Себебі енді президент бір партияны басқарса, әрине сол партияның бүйрегі бұрып тұрады, бүйрегі бұрып тұрады, ол партияның енді басылымды Қазақстандық қоғамда зор болады ғой. Сол үшін енді барлық партиялар тең болу керек. Барлық партиялардың саяси бәсекелестікке бірдей жағдай жасау мақсатымен президент сондай шешім қабылдап отыр. Сонымен қатар енді президентке байланысты тағы да бір өте жақсы норма, ол да сол 40 баптың бірақ 4 тармағында көрсетілген, Қазақстан Республикасы президентінің жақын туыстары мемлекеттік саяси қызметшілердің квазимемлекеттік сектор субъекттері басшыларының қызметтерін атқаруға құқысы жоқ дегендей. Демек, жоғары лауазымдық қызмет атқаруға құқықтары жоқ дегендей. Мінекей осы нормалар енді өте халыққа ұнады деп мен ойлап отырмын. Жаңа енді 56 өзгерістердің ішінде енді президентке байланысты өзгерістер өте дұрыс болды. Мынау президент деп айтып жатырсыз ғой. Өзіңіз білесіз, еліміздің тұңғыш президентіне байланысты да халықтың арасында қазір әртүрлі пікірлер қалыптасқан. Енді барлығы бірдей жаман деп жатқан жоқ. Ол кісінің еңбегін жоққа шығармайтын азаматтар да бар. Дей тұрғанмен, жаңа конституциямызда енді өзгерістер мен толықтырулар енгізген конституцияда осы тұңғыш президенттің жалпы ахуалы, өкілеттілігі, ол кісіге берілген пәрмен қаншалықты ескерілді? Иә, бүгін енді бәрі әлеуметтік жүйеде халықтың арасында талқыланып жатқан негізгі мәселелердің бірі ғой жаңа. Елбасына байланысты, Қазақстан Республикасының тұңғыш президентіне байланысты, ол кісіне жаңа жауапкершілікке тарту деген мәселелер де көтеріліп жатыр. Мен оған келіспеймін енді.
бұл мәселеге енді бүгінгі президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев Нұр Отан партиясының кезектен тыс 21-ші съезінде өте жақсы айтып кетті. Отанымыздың және әлем тарихында тәуелсіз Қазақстанның негізін қалаған тұлға ретінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ол сақталады. Қалай болса да. Сол үшін елбасының еңбегін біз енді бүгін әділ бағалауымыз керек. Әділ бағаламасақ, енді бүгінгі президентіміз айтуы бойынша бұл өзіміздің тарихқа қиянат жасағанымыз деп біз қабылдаймыз. Сол үшін кеткен қателер болатын болса елбасы тарапынан, бұны енді еліміздің келешек басшыларына сабақ болсын деген Қасым Жомарт Кемелұлы сонда өзінің нақты ұсыныстарын айтты. Меніңше біз сол ұстанымды бүгін қабылдап осы бағытта жұмыс жасауымыз керек. Бірақ енді Конституцияға қарайтын болатын болсақ, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасына байланысты нақты өзгерістер 2 бапқа енгізіліп отыр. Ол 46 баптың 4 тармағында мынандай сөздер болған: Қазақстан тұңғыш президенттің мәртебесі мен өкілеттігі республика конституциясымен және конституциялық заңмен айқындалады деген. Бұл норма жалпы алып тасталынды. Яғни енді Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті туралы конституция заң бар, ол заңда да қажеттілігі болмай қалды. Енді осы норманы іске асыру үшін ол заңды біз енді күшін ережеге сәйкес жоюымыз керек. Сонымен қатар елбасына тұңғыш президентке байланысты 91-ші бап болған. Сол 91-ші баптың 2 тармағына да осындай өзгерістер енгізіліп жатыр. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы іргесін қалаған республика қызметінің түбегейлі принциптері және Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының мәртебесі өзгермейді деген сөз болған. Ол да норма қазір алынып тастады. Яғни осы 2 бапқа өзгерістер енгізіліп, осылайша елбасы және тұңғыш президент мәртебесі жаңа редакция толық алынып тастап жатыр. Яғни елбасы тұңғыш президент деген сөз қазір Конституциямызда жоқ. Барлық президенттерге, бірінші президент болсын, екінші президент болсын, кейінгі президенттерге бірақ оған пайдаланады Конституцияда экс-президенттер. Бірақ енді тәуелсіз елдің жаңағы негізін қалады деген бап қалды ма? Ол жоқ, негізін қалады деген алып тасталды ғой. Жақсы. Мынау енді өзіңіз де білесіз, осы президенттік дегеннен шығып жатыр ғой. Бұрынғы жүйе енді супер президенттік жүйемен ата заңымыздың жұмыс істегендігі белгілі. Енді қазіргі жаңа бастама, жаңа қолдау тауып отырған халықтан бұл енді президентпен бірге парламенттік жүйеге пәрмен беру екендігін айтып жатыр ғой. Енді парламентпен санасу, парламентті қалай айтса, енді ол былай қарап отырсаңыз заң шығарушы орган болғаннан кейін, халықтың атынан келіп отырғаннан кейін, ол кісілердің айтқаны былай келген кезде қабылдану керек қой. Енді осы жерде ой туындайды, біз осындай пәрменділікті кеш беріп жатқан жоқпыз ба? Бұрынырақ неге осы жүйе іске аспады деген халықтың арасында әртүрлі сұрақтар бар. Сіздің пікіріңіз осыған? Оны дұрыс айтасыз, әрине. Осы болып жатқан бәрі өзгерістерді саяси реформаның негізгі стратегиялық мақсаты осы суперпрезиденттік басқарудан президенттік жүйе, қуатты парламенті бар жүйені дамыту мәселесі. Яғни бұл жерде енді президент, мен жаңа айтып кеттім ғой, енді бірнеше өзінің өкілеттерін сол парламентке беріп отыр. Біріншіден енді парламенттің саны қысқарып отыр. Сапасын дамытуға негізгі мақсат қойылып отыр. Бұрын мысалы біздің енді парламенттің мәжілісте 107 депутат болған. Қазір енді 9 депутат бұл Қазақстан Халқы Ассамблеясының ұсынысынан кіретін квотасымен арнайы. Қазір олар да қысқарды. Яғни енді мәжілісте 98-ақ депутат болады. Негізінен бұл енді төменгі бір кәсіби палата болайын деп отыр. Себебі заңдарды дайындайтын, бекітетін тек қана мәжіліс болып отыр. Ал енді Сенат тек қана ол мәжілістің дайындап бекіткен заңдарына мақұлдайды, не болса мақұлдамайды, келісім беретін палата, жоғары палата. Сонымен қатар енді біздің қазір Қазақстан Республикасының есеп комитеті бір жоғары аудиторлық палатаға айналып отыр. Сол жоғары аудиторлық палатаның төрағасы мәжіліс депутаттардың алдында 2 рет ресми түрде есеп береді мемлекеттік бюджетті орындау мәселесі бойынша. Яғни енді депутаттар тарапынан осы республикалық мемлекеттік бюджетті тиімді, мақсатты, адресті пайдалануға бүгінгі парламенттің атқаратын рөлі күшейеді деген мәселе. Сонымен қатар енді Сенаттың қаржыға бақылау жасайды деген сөз ғой. Қаржыға бақылау жасайды, тікелей қаржыға бақылау жасайды деген сөз. Сонымен қатар енді Сенаттың депутаттарының да саны қысқарып отыр. Бұрын енді президенттің квотасы бойынша 15 сенатор тағайындалатын. Қазір енді ол квота 10-ға төмендетті. Оның 5-еуінен президенттің өзі тағайындайды, ал 5-еуі сол Қазақстан Халқы Ассамблеясының ұсынысымен президент бекітетін болады. Бұның бәрі енді
парламенттің жұмысын күшейтуге бағытталып отқан мәселелер ғой. Жалпы кейде айтып жатады, енді қарапайым адамдар айтады деп айтпаймыз, бірақ кішкене көз ашық азаматтардың өзі айтып жатады, бізге осы екі палаталы жаңағы керек емес, жоғары мысалы палатаның керегі жоқ, сенаттың қажетіне бізге деген сияқты пікірлер айтылады ғой. Жалпы осыған сіздің көзқарасыңыз қандай? Енді бұның алдында осы Конституцияға өзгерістер мен қосымшалардың жобасы талқыланды ғой. Онда сондай ұсыныс айтылған. Біз басқа мемлекеттердің тәжірибесін қарамаймыз ба? Бізге екі палатаның не қажеттігі бар? Сенатты таратып, жалғыз сол мәжіліс қалмай ма деген. Оған Қырғызстан қасымыздағы республика мысал ретінде келтіріп жатты. Бірақ палата ғой, жоғары кеңес жұмыс жасап жатыр ғой деген мәселе. Бірақ оғанда енді президент өзінің бір сөзінде жауап берді Қазақстан халқына арналған жолдауында. Енді көп мемлекеттің тәжірибелерін мен зерттедім. Оның ішінде Шығыс Европаның мемлекеттерін қарадым. Олардың халық саны Қазақстаннан аз болатын болса да, ол жерде жаңа екі палаталы парламент жүйесі сақталған. Мүмкін келешекте ол болар. Бірақ бүгінгі таңда Қазақстан Республикасына осы парламенттің екі палатасы болғаны сақтағанымыз тиімді деп енді президент сондай ұсыныс берді. Сол үшін сондай норма енді қазір Конституция сақталып отыр. Түсінікті. Мақпатқали Нұрғалиұлы, енді парламенттен сәл төменірек түсейік, мәслихатқа келейікші. Енді өзіңіз басшылық жасап отырған осы халық қалаулыларының жұмысы, енді жаңа заңнан кейін бұл азаматтардың жұмыс барысы қалай болады, қандай өзгерістер болады деген сияқты заңды сұрақ туындайды. Енді кейде болса әкімнің қалталы мәслихат деген бір қалжың ретінде айтылып қалатын дүниелер бар ғой. Енді бір өзгеріс бола ма сіздердің тараптарыңыздан? Дұрыс айтасыз, ол енді халықтың арасында сондай алып қашпа сөздер сындар айтылады ғой. Жаңа мәслихат ол енді формальды мәслихат, жаңа әкімнің қалталы мәслихаты. Болмаса кейбір біздің блогерлеріміз бұл мәслихат дегеніміз әкімнің құжаттарын бекітетін нотариалды контора деген де сөздер айтылып жатады. Бұның бәрі енді сын ғой. Енді демократиялық қоғам болғаннан кейін әр адам өзінің құқығын білдіруге пікірін айтуға құқығы бар ғой. Пікірін айтуға құқығы бар. Бірақ енді бәрібір сөз бекерден бекер айтылмайды ғой. Ол енді өмірден алған бір фактілер айтылады. Сондықтан енді әрине бұл жерде парламентпен қатар осы мәслихаттардың бәрі деңгейдегі облыстық, қалалық, аудандық мәслихаттарының қазақстандық қоғамда атқарып жатқан рөлін күшейтуге президент тапсырма беріп отыр. Ол нормалардың бәрі енді Конституцияда нақты жазылған жоқ. Оның біразы енді заңда айтылады. Президенттің тапсырмасы бойынша Қазақстан Республикасының жергілікті өзін-өзі басқару заң жобасы қазір дайындалып талқыланып жатыр. Құдай қаласа ол жақын арада бекітіледі деп біз күтіп отырмыз. Ол жерде негізгі мәселе енді бүгін таңда өткен жолы президент те оны сынап айтып кетті. Мәслихаттар екі жақты функция атқарып отыр. Бірінші жағынан мәслихат жергілікті мемлекеттік басқару органы болып есептеледі. Екінші жағынан мәслихат ол жергілікті өзін-өзі басқару органы болып есептеледі. Осы екі мәселені біз ара жігін ашып отыруымыз керек. Мәслихат ол өзін-өзі басқару, жергілікті басқару органына айналу керек. Осы жергілікті өзін-өзі басқару жүйенің негізгі буынына айналу керек. Мінекей осы норма Қазақстан Республикасы жаңа мен айтып кеткен жергілікті өзін-өзі басқару заңында нақты жазылатын болады. Сонымен қатар енді мәслихаттардың атқарып жатқан жұмыстарын күшейту мақсатымен Қазақстан Республикасының Конституциясына 87-ші бабына өзгерістер мен қосымшалар енгізілді. Ол бап облыс әкімдерінің, республикалық маңызды қалалы әкімдерінің және Астана қаласының әкімдерінің тағайындаған кезде мәслихат депутаттардың беретін келісіміне байланысты. Бұрын енді президент бір кандидатураны ұсынатын, формаль түрде өтіп сессия бір 10-15 депутаттар дауыс беретін 100%, ал қазір енді ол нормада өзгеріп отыр. Жаңа президент кемінде 2 кандидатура ұсынады, баламалы негізінде, альтернатив негізінде жаңада депутаттар дауыс беретін болады. Бұл да енді мәслихаттардың Қазақстандық қоғамда атқаратын рөлін күшейтуге бағытталып отыр. Осы 8 маусым күні нөмір 912 президенттің арнайы қаулы шықты. Ол қаулымен осы жаңа мен айтып отқан норма, осы президенттің ұсынған кандидаттарына дауыс беру қағидалары президенттің қаулысымен бекітіліп отыр. Сонымен қатар осы 87-ші бапта тағы да 5-ші тармақта өзгерістер енгізілді. Депутаттар дауыс беріп, көпшілік депутаттар қолдаса, мәслихат әкімге сенімсіздік білдіріп,
әкімді қызметінен босату мәселесін жаңа президенттің алдына қоюға болады. Ол нормада бұрын жоқ болған, қазір нақтыланып енді сол жазып жатыр. Бұның бәрі енді Қазақстан Республикасының өкілеттік органдардың, мәслихаттардың жұмысын күшейтуге бағытталып отыр деп ойлаймын. Пәрменділік артайын деп отыр ғой. Иә. Жаңа сіз сөз барысында парламент депутаттарының болашақта Қазақстанның дамуына, өсіп өркендеуіне бөлінетін қаражатты бақылауға байланысты пәрменділігін айтып отырсыз. Мәслихат депутаттары жергілікті бюджеттің игерілуіне бақылау жасалады ма алдағы уақытта? Міндетті түрде. Енді жаңа мәслихаттың заңның ішінде ол нормада көрсетіледі жаңа. Оның ішінде мынау 4-ші бюджет деген бар, енді экономистер біледі, бұл халық қатысатын бюджет. Осы халық қатысатын бюджеттің функционалын кеңейту арқылы ол қаражатты бөлу жөніндегі функциялары тек қана мәслихаттар бекітетін болады. Махметқали Нұрғалиұлы, мынау енді осы әрине ата заңымыздың жақсы жағынан өзгеріске енгізіп жатқанына барлығымыз қуанып отырмыз. Бірақ енді бізде халықта әлі күнге дейін түйінді болып отырған, әлі күнге дейін біздің көңілімізге қаяу салып отырған, қайғы салып отырған бұл бір мәселе бар. Жыл басында қаңтар оқиғасы. Осы қаңтар оқиғасында болған оқиғаға байланысты әртүрлі жағдайлар болып жатыр, өзіңіз де білесіз. Әлі күнге дейін тергеуде жүрген азаматтар көп. Енді көп азаматтар халық деп айтайық, Конституциядан өзгеріс күтіп отыр, жаңалық күтіп отыр. Бұл ескерілді ме? Дұрыс айтасыз, енді конституциялық заң, енді Қазақстан Республикасы ата заңының негізгі мақсаты ол халықтың, азаматтардың құқығын қорғау ғой. Әлбетте. Негізгі осы заңның мақсаты осы. Сол үшін әрине енді адамның құқығы бұзылған кезде ол бірден конституцияға жүгінеді, өзінің құқықтарын қорғай бастайды. Осыған байланысты енді азаматтардың құқықтарын қорғау мәселесіне де байланысты конституцияда бірнеше нормалар жаңадан пайда болды. Нақты өзгерістер жасалды. Бір-екі мысал келтірейін. Мысалы, бұрын бізде конституциялық кеңес деген болған. Енді конституциялық кеңестің орнына қазір жаңа орган пайда болды. Ол конституциялық сот дейміз. Енді халықтың арасында сондай сұрақ туады енді. Осы конституциялық кеңес пен конституциялық соттың арасында қандай айырмашылық бар, сонда не жақсарады деген. Ол үшін енді жаңа бап пайда болды конституциямызда, 72-ші бап. Ол жерде нақты көрсетілген, конституциялық сот азаматтардың өтініштері бойынша конституция бекітілген, олардың құқықтары мен бостандықтарын тікелей қозғайтын Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтардың актілерінің республика конституциясына сәйкестігін қарайтын орган. Сол үшін әрине азаматтардың құқықтарын қорғау мәселесі бойынша осындай нақты өзгерістер болып жатыр. Енді конституциялық сотқа кім кіреді деген мәселе болатын болса, ол жерде конституциялық сот бізде 11 судьядан тұратын болады. 11 адам судьялар. Оның 4-еуі президент, 3-еуін сенат, 3-еуін мәжіліс тағайындайды. Ал енді конституциялық соттың төрағасы сенаттың келісімімен мемлекет басшысы президент тағайындайтын болады. Бұл жерде тағы да бір бап бар, осы азаматтардың құқықтарын қорғайтын. Енді Қазақстан Республикасының адам құқықтарын жөніндегі уәкіл деген бар. Конституциялық соттан бөлек. Енді Конституцияның 83-те-1 бабында, бұл жаңа бап, бұл жерде осы уәкілге байланысты да оның атқаратын функциялары кеңінен көрсетіліп отыр. Қазақстан Республикасындағы адам құқықтары жөніндегі уәкіл адамның және азаматтың бұзылған құқықтары жөніндеседі, адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын ілгерілетуге ықпал етеді. Яғни енді бұл мәселені халық біліп дұрыс пайдалану керек деп ойлаймын. Енді адам құқығына байланысты тағы да бір бап пайда болды. Бұл 15-ші баптың 2-ші тармағы, бұл өлім жазасына байланысты. Енді бұрынғы конституция былай деп жазылған: ешкімнің өз бетінше адам өмірін қиюға хақы жоқ, өлім жазасы заңмен белгіленеді деп. Яғни бұрын да бізде өлім жазасы болды. Бірақ кезінде оған мораторий жарияланып қойды, тоқтатылып. Ал енді бұл жерде нақты көрсетілді, енді өлім жазасына тыйым салынады. Яғни енді Қазақстан Республикасында өлім жазасына ұсынылсын деген ондай бізде жазалау нормасы болмайды. Өмір бақи бас бостандығын айыру бар. Өмір бақи бас бостандығын айыру бар, ал бірақ енді өлім жазасы деген норма алынып тастады. Бұның бәрі енді Қазақстан Республикасының азаматтардың құқықтарын қорғауға арналған жаңа баптар, жаңа нормаларды біз бағалауымыз керек. Халыққа оны дұрыстап түсініп жеткізуіміз керек. Жақсы. Мына енді Махметқали Нұрғалиұлы, бізге берілген уақытта өз мәресіне жақындап қалды. Сізге сұрақ көп еді осы жалпы неге байланысты. Енді түйін деп айтайықшы, жалпы енді конституцияға өзгерістер енгіздік. Ендігі алдағы мақсат оны жүзеге асыру ғой. Қалай жүзеге асады? Оған не істеуіміз керек деген сұрақ өз-өзінен туындайды. Тіпті қаннан қараға дейінгі бәріне қатысты дүние бұл. Әркім өзінен бастау керек, сондықтан не істеуіміз керек, айтыңызшы?
Енді кешегі үндеуінде осы референдумның қорытындысы бойынша халыққа үндеуінде президент ол туралы жақсы айтып кетті ғой. Яғни өзгерістер жасадық, енді барлық мәселе шешті, саяси реформа осымен аяқталды деген мәселе емес. Мынау Конституция жасап жатқан өзгерістер мен қосымшалар ол саяси реформаның тек қана алғашқы бастапқы қадамы деп біз бағалауымыз керек. Алда өте жұмыс көп. Себебі енді ол өзгерістер немеге бағытталып отыр? Бұл енді Қазақстан Республикасында 30 жылда қалыптасқан саяси жүйені жетілдіру. Осы саяси жүйені жетілдіру арқылы біздің ұлттық экономикамызды дамыту. Ұлттық экономиканы дамыту арқылы қарапайым халықтың өмір сапасын жақсартып, оның табыстарын көбейту. Мінекей негізгі мақсат осы ғой. Ал бірақ енді Конституция қабылданды, бәрі өзінен өзі шешілді деген сөз емес қой. Сол үшін оны іске асыру үшін қазір заңнамалық реформа жүргізу керек. Конституция көрсеткен жаңа баптарды, оның нормаларын іске асыру үшін жаңа заңдар пайда болу керек. Себебі бүгінгі пайдалануда жүрген заңдар мен жаңадан пайдаланған конституция нормаларының арасында қарама-қайшылықтар қазір бар. Мінекей сол қарама-қайшылардың бәрін алып тастау керек. Сол үшін енді президент тапсырмасы бойынша қазір енді 20-дан астам заңдарда өзгерістер мен қосымшалар болады. Бірнеше заңдар қазір дайындалып жатыр. Олар енді бекітілетін болады. Ал жалпы енді негізгі мәселе осы конституция нормаларын іске асыру үшін президент өзінің үндеуінде айтып кетті. 3 факторды біз ескеруіміз керек. Еліміздің орнықты даму негізгі 3 факторы. Біріншіден еңбек. Жалпы халық ерінбей еңбек жасау керек. Адал еңбек. Әр адам адал еңбек жасау керек, дұрыс айтасыз. Екіншіден енді мынау жастарымызға қолжетімді сапалы білім беруіміз керек. Жас еместерімізде жаңада мен бәрін оқыдым, мен бәрін білемін емес. Заман өзгереді, талап өзгереді. Сол үшін адам енді өзінің білімін жетілдіріп, қайта даярлық жүйесін өтіп отыру керек. Үшінші фактор енді азаматтық белсенділік халықтың. Мінекей осының бәрін біз тең ұстайтын болатын болсақ, Конституцияда жасалған нормалардың бәрі іске асырып, біздің еліміз өркендеп өседі деп үміттеніп отырмыз енді. Рахмет, Махметқали Нұрғалиұлы, дұрыс айтасыз. Мемлекет маған не береді деп күтіп отырудың қажеті жоқ. Мен мемлекетке не берем десек, болашағымыз жарқын болар. Салиқалы сұхбатыңызға рахмет, сәттілік тілеймін сізге. Рахмет сізге. Құрметті телекөрермен, осымен бірінші студия өзінің апта басындағы жұмысын осылай түйіндеді. Бастысы басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын ағайын.